сайғылы телесерджилер эфирде хаберлер студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам ве шымды кесатқа бойле малюмат. Бірлешкен милетлер тешкілятында қырым сөзіні телефус етмеге ясақ еттілер. Он тешкілятында инсанақлары бойынша шуранын 39-й сессия векілері Русия құқық қорчалайжыларының марузаларында қырым сөзіні құланмаға рұқсет бермемеге тұрыштылар. Бұқта президент оғынде Қырым Жұмқұреті дайми векілігінің халқара құқы суалер бойынша иштақымның ребері Александр Молохов хабер етті. О тарифетті ке марузаларының метінлері бірлешкен милетлер тешкілятында әвелден тақдим етілді. Бұл тешкілятының қайделері бойынша аяпыла. Молоховның сөзлеріне көре, бұревлер оларыны түзетмеге тұрыштылар. Нетижеде вазиет нейсе чезілді, марузалар толу шекілде сеслендірілді. Именно в той редакции, на которой мы настаивали, то есть мы произносили слово «Крым» так, как считали нужным. И, понимаете, никаких украинских татар не существует. В природе есть крымские татары. Слава богу, здравый смысл восторжествовал. Как далеко зашла ситуация, вот этот вот маразм, идиотизм, я просто других слов не могу подобрать, проник даже в стены Организации Объединенных Наций. Потому что если само слово «Крым» у нас уже под запретом, так сказать, оказывается, то что говорить о людях, которые там проживают? Он конференциясында Русия жемачыларындан да бір векіл чықышта бұлынды. Бұл Сергей Пинчук олды. Оқырым татарларының ақ құқықларына ақылмаса ақта тариф етті. Вешу себептен он тешкілятының іштиракчы мемлекетлеріні Украинаға тесір етмеге чағырды. Топлашудан соң Сергей Пинчук Украина еті тарафындан қорқызылды. Бұл ақта оның ден аддашы Александр Молохов тариф етті. Бұл вақы чоқтан-чоқ шатларының көз өгінде юз берді. Молохов айтқанына көре, демек оларының марузалары Украинаның менлігіне тейді. Да, я подтверждаю, что это было действительно именно так. И я связываю это с тем, что действительно наше выступление задело украинскую делегацию за живое. Это был шок. Знаете, классик говорил: бойтесь равнодушных. Вот если бы наше выступление не произвело никакой реакции, я думаю, что не было бы никаких угроз. Украинцы действительно не ожидали такого демарша с нашей стороны. Қырымның шымалы нормаль яшешқа қайтты. Балалар, ана бабалар ве ұжалар енді евдейлер. Экологик вазиет шымдыки вақытта нормаль шекілде вермени базар сәкенлерінің сағылына бір шеттелуке яратмай. Қатырлатамыз, оқу елінің башында вада Крымский Титан адлы заводының екшілік топлағычындан химик моделер дарқалды. Енді бір авта қадар вақыт авада зарарлы шейлерінің концентрациясы нормадан ашмай. Экологи қаза мектебе бала бақчаларда оқу ве тербие жерянына насыл тесір етті. Эрмени базардан Лиля Виджат. Бұл мектеп бинасында экінжі кере оқу филы башлана. Талебелер ұзун тәттелерден сон неайет мектеп раллері өгіне отырдылар. Радланмаға вақыт yok. Бірден оқуф. Бұл Эрмени базар талебелері ақта. Бекленілмеген тәттелден сон балалар түневін қайтылар ве бүгін оқымаға азырлар. Энді мектеплер қачырылған дерслеріні огренмек кереклер. Оларның көз тәттелері олмайжақ, әмде бар ве қышлық тәттелеріні қысқартылажақ. Ожалар оқув планını доғыртмақ кереклер. Учебный процесс у нас настроенный. Такое настроение хорошее. Дети отдохнулись. Я думаю, у детей тоже хорошее настроение. Денис, Гузель Кейф, экскурсиялар, egленжелер, достлар. Оқув елінің башы бөле олды. Мектеп талебелері итираф етелер, вақыт шын кечті, ама оқумақ та керек. А на сегодня что приготовили? Рассказывайте. Русский язык должны были, географию, литературу, математику. Друзей мы и так видели в лагере. То есть на уроки мы не хотим? Ожалар айтқанына көре, бұл күні олар 1 сентябрден де зияде бекледілер. Шифаханелерде бұлынған вақыт ожалар жидді ішке азырладылар ве бұл 3 апталық программаны оқув елінің сонына же кечерміз, деп ишандыралар. Работаем в нормальном режиме, с сохранением выходных. И где-то неделька может быть за счет интенсификации процесса, поскольку программы предусматривают часы повторения, часы в начале года повторения, в конце, поэтому за это безболезненная интенсификация процесса произойдет. Хатырлатамыз, Эрмени базарда февхоледе вазиет низамы сентябрның 23 күні лағу етілді. МЧС идаресінде хабер етелеркі, зарарлы шейлер дарқалғанына қаршы эпсы ішлер толу дәрежеде кешірілді. Бірінші оқув күні мектеплерні ве бала бақчаларны шер мемориятı зиярет етті.
Предварительно, прежде чем дети приехали, мы проверяли состояние. Кроме того, что готовились кабинеты, учебные, мастерские и так далее. Еще при территории возле школ они также промывались ежедневно. Практически все дети находятся в кабинетах, все соскучились за школой, учителя уже тоже ждали детей. Город ожил. Роспотребнадзор идаресынын текстиясы боюнча одаларны азырладылар, махсус иринтилер ювдылар. Энди эсе бала бакчаларына кенжелер катнайлар. Ветербиеджи айтканын динлейлер. Конечно, очень большая благодарность Сергею Валерьевичу, Аксенову Сергею Валерьевичу за то, что оперативно, достойно вывезли детей с этой территории, потому что деткам мы здесь были, мы чувствовали тот воздух, мы взрослые, мы можем это пережить. А для детей, конечно, очень важно, что их вовремя вывезли, и они получили тот уровень оздоровления, который им нужно на данном этапе. Кырымнын шымали регионларындан шифаханелерге умумен 4,5 адам чыкарылды. Олардан 3200-ден зиядесі балалардыр. Олар эпысы энді евлеріне қайттылар. Лиля Виджат, Вимагомед Нестуров, Миллет үшін. Сах районын Каратоби аграр колледжінде Вяхмезжит районын агросанай колледжінде 2019 сениясы тамир ишлер кечірілежек. Буақта Қырым Жемхуриятының елбашчысы орта ықтисаси тәсіл мөсеселеріні зиярет еткен вақыт хабер етті. Колледжлерде енді мади технике темел ескірді, анда енді 20 елдан зияде тамир ишлер кечірілгені жоқ. Сергей Аксенов адетті ки бұл сененің сонуна же ең кереклі донатмалар алынажақ. Бұндан ғайры Қырым елбашчысы хабер етті ки шымдыки вақытта эсаз вазифелерінден бұрысы студентлерінің стипендияларыны 1,5 рублеге же арттырмақтар. Қырым көйлерінде газнен теменленув девам етейінді Яқыт Ахмезжит районын Мола Элі кой сәкенлерінің евінде пейда олды. Мұнда 2 километр yüksek басымлы газ ағыны ерлештірділер. Тантаналы газ беру мерасимінде телевизион тақымымыз да болынды. Вот у нас теперь газ, а у вас? Бу айленин эвинде газ пейдалообу акыкый байрамдыр. Да якында олар бу акта тек арзу этедилер. Коранда кичигдегил 6 адам, олардан 2-си кичик бала. Конакбайлар хатырлайлар. Эбелде ушмумек үчүн олар атта чалар саат коя эдилер. Эвде аба аререти эр вакыт денишейди, де эв сайбы. Саба яксан сыжак, кече эсе сувук. Бу себептен балалар сык алда хасталана эдилер. Ребенку вот сейчас 1,5 годика, младшему. Старший 4. Раскрывается. Это же простудные заболевания идут. Переохлаждение ночью. Раскрылся ребенок, переохлаждение. Уже болезни, уже и на лекарства нужно тратиться. Молла Элі койынде ишлерінің бірінші басамағы екүлненді. Челенгерлер бригадасы счетчиклерінің ерлештірділер. Ве боруларының газ қачмамасы үшін бақып чықтылар. Яқарлық назересі есе евдеки плита чалашқанына шақсен тешкірді. Зажглась. Ракетница атовы кой сакинлери үчүн якарлык боруларда пейда болгон акта хаберете янган атеш эсе буну таздыклай. Горит? Да, зажжется. Вада этилген газны ерлі сакинлер чоқ бекледілер. Таап Украина деврінде олардан пара топла башладылар. Ама мавы якыт оледи келіп етмеді. Тек Қырым Русия Федерациясына кірген сон меселе чезіліп башлады. Люди ждали этого 16 лет. За эти 16 лет я хочу сказать, что было очень много им предложений. Даже, как мне говорят местные жители, что скидывались по 20 тысяч гривен на газификацию, но газификации так и не было. Поэтому вот сегодня действительно праздник. Мутехасыслар кайдеткені кібі газағы зиманеви технологиялар бойынша, яни ер астындан ве полиэтилен борулар куланылывы иле кечірілді. Газ кечірілу флейхасына көре борулар евгеджи бедова чекіле. Газға қошылмақ үшін есе ев сайыплері пара төлемек кереклер. Уверены, что вопросы газификации будут продолжены в Симферопольском районе. И так уже это за последние годы 7-й населенный пункт, который газифицируется. И, конечно, хочется выразить слова благодарности Министерству топлива и энергетики, работникам ГУПа «Крымгазсети», подрядным организациям за качественную и быструю работу. Касабада эалянын сайысы 160 инсаны тешкілете. Бүгін газ тек бір евде пейда олды. Бір ай девамында оны 7 евге чекежеклер. Да 35 ев озне бетіні беклей. Надия Исаева, Иван Евдокимов, Милет телеканалы.
Ялта сәкенлері есе біраз мавы яқытсыз яшамаға мечбурлар. Шерведе гермескен ерлер территориясында газ берілуі октябрьнің 8-не қадар тоқтатылacak. Бұл магистраль газ yolunda кечірілген тамир ишлер или бағлы деп хабер еттілер Ялта шерінің газ хожалығында. Коммунальщиклер ваде етелер ке ишлер октябрьнің 15-не қадар екінленежек. Олар Ялта сәкенлеріне бұл күнлерде газ или құланманыз, кранларны қапатыныз, ве емек пішірівде башқа чарелерні тапыныз деп мұраджат етелер. Керич боғазында әлі қолған қаравулар катері тапылды. Большой десант 2018 адлы экспедиция черчевесінде су асты тетқиқатлар тақымы 1943 сене ноябрьнің учу гежесінде Керич боғазында жойылған қаравулар катерні таптылар. Су асты экспедицияның ребері Александр Ёлкин хабер еткеніне көре, Геймені совет қаравулар катері деп таныдылар. Тапылған парчаларға көре катер Улуватан женкінден евел құрылғаны анлашыла. Тунч парчалар чоқ иллюминаторлар, пусла көчірудші механизмлер. Оларның үстінде 30-40 сенелер белгілене. Катерның ішінде тапылған газетке көре геме 43 сенелері веранылған. Қырым алимлері ярмадада қорғақлыққа даянған бақчаларына асырайжақлар. Қырым Федераль университетінің биоресурс свет табиат қоланылығы академиясында агротехнологик тетқиқатлар кечірелер. Айры алма чешетлеріні қорғақлыққа даянмаға өгретелер. Тереклерінің тамырлары қышта топланған дымны ішлетелер. Алимлерінің фікірлеріне көре, тетқиқатлар суыны аз истемал еткен бақчаларны өстірмеге имкан бережек. Шымды эксперимент бақчасында 60-қа яқын алма тереклерінің чешетлері бар. Олар 1 гектардан 30-40 тонна берекет бере. Более мейвалар енді сатыла. Те технологии, которые мы пытаемся внедрить на сегодняшний день, способны при практически полном отсутствии орошения давать урожай, ну пусть на 15-20, может быть даже 25% ниже, чем суперинтенсивные насаждения такого же типа. Но с другой стороны, они не будут требовать орошения. Амброзияға қаршы көре шалбармақ үшін талақалар кечіріледек. Келедек училға Қырым Жұмқұриятының Назирлер Шурасы бұл сумлеке қаршы көреш мерасимлер планыны таздықлады. Бұл ақта малюмат Назирлер Шурасының ресми порталында нешірітілді. Язның бұрынжы күнінден сентябрьнің 30-на қадар епсі муниципали дарелерде, оқу юртларында, спортив комплекслерде, Yol çetlerinde ve ormanlarda alergiya қозғатқан кейік отқа қаршы талақалар кечірілуі планлаштырыла. Ялта шерінде тантаналы суретте Евразийский мост адлы үшінші халқара кинофестивалінің қапатылуф мерасимі олып кечті. Чехова адына театрде ғалиплеріні ве ярышның ең яқшы есері үшін гран-при сайбыны мүкафатладылар. Ең yüksek мүкафатны Любовь и Шукла фильмні чықарған Хиндистан режиссеріні Қырым Жұмқұриятының yol başçısı тақдирледі. Мүкафатларға емде Исвечиядан, Бұлғаристандан, Русиядан ве Қырғызстандан келген режиссерлар наил олдылар. Сегодняшний продукт, который был представлен, произведение искусства на самом деле на этом кинофестивале заслуживает уважения зрителей. Кинофестиваль будет жить, будет процветать. Следующий год точно так же мы постараемся его провести. Но будем стараться, конечно, на более высоком уровне с каждым годом. Представительство растет. Қырымда тәтил кечірген Руселелерінің 90%-дан зиядесі ратлануфдан мемнен қалдылар. Бұақта умум Русия жемат фукарны угренуф меркезінің генераль-мудиры Валерий Федоров 2018 туристик язының нетижелеріне бағышланған конференцияда хабер етті. Сұрaf нетижесінде белі олды ки Қырымда язда Руселелерінің 6% ратланды. Олар епсі ярым аданы сечкенлерінден пешман қалмадылар. Четілдер атланғанлар арасында есе мемнен қалғанлар тек 77% тешкілетелер. Цумы даресі Эркунь 1600 инсанның жевабыны алды. Федоров емде хабер етті ки, йөнелішке бақмадан 4-ші Руселер атлы қысқа олғаны себебінден мемнен олмадылар. Та цифра, которую мы получили по реальным, так сказать, отпускам, да, вот я его повторю, 6%, да, это почти 6 миллионов человек. Вот, она очень хорошая, на мой взгляд, для Крыма, с учетом всех условий. Крым это, он остается малобюджетным таким отдыхом. Вот, не случайно повышенная доля путешествующих в Крым среди молодежи. Вот, тех, у кого своих доходов пока
либо почти нет, вот, то есть за родительские деньги едут, либо они есть, но небольшие. Ақерда балалар арасында менингит хасталығы артқанына бақмадан мектеплерде ве бала бақчаларда карантин көрсетілмейдек. Бұл Ақер шерінде Роспотребнадзор территориаль бөлігінің баш мутихасысы Зарема Исмаилова білдірді. Бұл кібі зарарлы хасталықлар олған вақыт санитар қайделерге көре мектеплер қапатылмай, тек эпидемиологик вазиет кергінлешкен вақыт бұл чаре бақыла. Шер хастаханиясының баш екімі Инга Матяж айтқанына көре, ел башлағандан берлі Ақерда 142 инсан менингит хасталығына ұғрады. Олардан 115-ші баладыр, эсасен 14 яшына осмурлер. Шымдыки вақытта хастаханеде боле диагнозылы 34 инсан болуна, олардан 31 бала. Yol naqliyat qazası yüz berdi. Bir insanıyla kolda yük maşinası ve Ford Kerich Ahmezjet yolunda çatıştılar. Yol naqliyat qazası Ahmezjet şehrinin çıkışında olup geçti. Urulğanından Ford arabası pek mayaştı. Yük maşina ise aylanıp butun yolunu kapattı. Neticede çok kilometrlik tıkıntı peyda oldu. Evvelki malumatlarga göre Ford arabasının sahibi belgisi sebeplerden karşı yolga çıktı ve anda yük maşinasına uğradı. Yol naqliyat qazası neticesinde 3 insan zarar gördü. Ford arabasının aydakçısı o yerde elak oldu. Şimdi bu yerde GIBDD idaresinin xadimleri çalışalar. Sivilizatsiyadan uzulgenler Jurchi rayonun Frunze köyünde күчлі ағанақлардан son 8 evni suv bastı. Sakinler aylada qazanın akıbetleri ile köreşeyler, ama netice az. Suv basuvdan son ev hayvanları zarar gördüler, qoralar yıkıldı ve evdeki şeyler haraplandı. Zarar көргенлер ile muhbirimiz Ayşe Шулакова sübetleşti. Все, что было, все у них пропало почти. Вот сами видите, что творится. Заходите, границы. Bu 83 yaşlı Fatma İbragimovanın evi. Şimdi nefakacı ballarının evinde yaşay. Onun için suv basuvunun akıbetlerini onun komşusu Remziye Hanım gösteriyor. Çamurlu suv akımı koranı bozup em evini em azbarını bastı. Frunze köyünde böyle suv basuvunu aksakallar bile hatırlamaylar. Sentyabrının ortalarında күчлі ағанақлар екі sokakını yuvып кетті. Komşu tarlalardan akkan suv özен кыбы er yerini suv ile doldurdu. Пчелы уплыли, бройлеры 40 штук уплыли, забор вот поломанный, вода была и в хате. Полностью вот так вот в гараже вода была, я вот так в воде была. Şimdi suv basuvdan zarar көргенлерinin azbarları, evleri, mağazları, vez bostanları, uruş meydanlarını andıra. Er yerde çöplük obaları, sınğın şeyler, çalışmağan texnika, bozulgan mahsulatlar. Olar bir şeyge yaramay. Meskenler dımla. Хотела как-то, чтобы эту проблему решили. Меня раньше так не затапливало. Меня затапливало, вот у меня погреб завалился и гараж за это. В доме у меня никогда не было воды. Я спала на сухой кровати, на этот самый, а теперь я сплю просто матрас, на нем клеенка и 2 одеяла. Bu evler turgan yerde evvelleri özен akaydı. Olar alçak yerde kurulgan. Onun için күчлі yağmurlardan son çamurlu suv tamam bu yerge akıp kele. Нам надо единственное, чтобы вот это что-нибудь сделали, чтобы вода нас не топила. Чтобы дорогу вот эту трубы вытягли оттуда, сделали дорогу. Jurchi rayon kanalı idare hizmetinin xadimleri vaziyetini ogrenelер. Olar gelecekte böyle kaza olmamazlığı için ne yapmak gerekligi akta düşüneler. Будем уже дальше по этой теме принимать решения по земляным работам, по строительству дамбы и так далее. И также мы дали людям информацию, какой пакет документов им необходимо собрать для того, чтобы обратиться в соцзащиту для получения материальной помощи для людей, оказавшихся в сложной ситуации. Rayon memuriyetinde tarif ettiler ki zarar көргенлерге maddi yardım gösterilecek. Yerli köy hocalık istisalcısı bu maksatga 80.000 ruble ayırdı. Jurchi rayonunun hakimiyeti hem de zarar көргенлерге başka mesken ayrılığı akta düşüne. Ayşe Şulakova, Ervin Emiraliyev, Millet için. Yarımadada Қырым футбол бірлігі премьер лигасы чемпионатының 7-ci туры başlanan maçlar sentyabrının 26, 29 ve 30 günleri geçecek. Oyunlar Kezlev, Ahmezjet, Agrarna ve Yaltada teşkil olunacak. Bugün 2 maç geçti. Евпатория Керечli Океан takımının, Таврия ise Гвардеец takımının kuruştu. Cuma ertesi kunu Krım Teplice ve Sevastopol galibi için көрüşecek. Bazar kunu Yaltalı Inkomsport takımı musafirlikке Бахчисарайлы Kızıltaş'ını bekley. 6 turdan son Krım Teplice 1. yerini ala, Kızıltaş ise 4. yerde.
Шымдылык боепсы малюмат саат 21 бучукта кележе хаберлер программасына қачырманыз көршмек үзре сағлықнен қалыңыз.